Salamatçılar. Salamatсыз ба? Әдеттегі сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын бүгінгі күнімізге бір-бірімізге сәттілік тілеп алайық. Ал бір-бірлерге сәттілік тілейік. Бүгінгі сабақта сәттілік барлықтарына тілеп отырыңдар. Ал бүгін міне рационал сандарға арифметикалық амалдарды қолданудың тақырыбын жалғастырамыз. Бүгін есептер шығарамыз, қорытындылаймыз, қайталаймыз. Біз бұған дейін бұны өттік. Бүгін енді соған есептер шығарамыз. Бұл тақырыбымыздың мақсатымыз рационал сандар мен арифметикалық амалдарды қолдану. Арифметикалық амалдарға біз нені жатқыздық? Қандай амалдарды өттік? Қосу, алу, бөлу, көбейту. Қосу, алу, көбейту, бөлу амалдарын қандай сандарға жүргіземіз? Рационал сандарға жүргіземіз. Ал отырамыз, жарайсыңдар. Енді қараңдар, үй тапсырмасын тексеріп алайық, одан кейін бүгінгі сабаққа көшеміз. Үй тапсырмасы 674 есепті бердім. Бірінші үй тапсырмасын қазірмен дайын жауапты слайдта көрсетем. Маған жинап берді. Қазір оқулықпен жұмыс жасаймыз, бірақ оқулықпен жұмыс жасамастан бұрын бізде қайталау сұрақтарын қайталап алайық. Қайталау сұрақтарын бердім. Арифметикалық амалдағы бірінші біз рационал сандардың қандай екенін, теріс сандарға, оң сандарға, оң бөлшек сандарға, ондық, теріс бөлшек, ондық, оң бөлшектер және олармен көбейту. Ал сымбат кел. Кез келген бір сұрақты ал, көзіңені қоқыстан тазартып алайық, тақтаны. Минус пен минус санды көбейткенде не шығады? Теріс сан мен теріс санды көбейткенде қандай сан шығады дейді? Оң сан шығады. Оң сан шығады деп келісеміз ба? Иә. Жарайсың, дұрыс, отыр. Балдар, мына нәрсемен таныстырып алайын сендерді. Біз ақыр оң сандармен жұмыс жасаумен, теріс сандармен жұмыс жасауды өтіп қойдық түгел. Сендерге бір-бір бағалау парағын қаратып беремін. Әркім өзінің дұрыс жауабына қайда жылжиды? Оңға жылжи ма, солға жылжи ма? Оңға жылжисыңдар. Бір-бір ұпайдан оңға жылжып отырасыңдар. Қателескен жағдайда керісінше солға жылжисыңдар. Сонда сабақ соңында біздің сабаққа қатысқан нәтижеміз шығады. Осыны жұмсақ сымбат қазір дұрыс жауап берді. Сондықтан ол 0 ортада тұрған белгіден бір ұпай не істейді? Алға жылжиды. Ал келесі сұраққа жауап беріңіздер, сіз оқушылар кітаптан жазылсын. Дауыстап сөйлейміз. Минус сан мен минус санды бөлгенде не шығады? Не шығады? Минус сан шығады. Келісеміз ба? Теріс сан теріс санға бөлсек теріс сан шығады дейді. Теріс сан мен теріс санды бөлсек қандай сан шығады ғой? Оң сан шығады дейді. Дұрыс, отыра ғой. Өзімен біреу арқаға жылжимыз, наверное. Барлығы сес шығамыз, тесік аламыз. 56 саны оң сан ба, теріс сан ба? 56 сан. Оң сан дұрыс. Уақыт кетіп жатыр. Минус
terisi var mı yok mu? Terisi bütün sanдар. Var. Мысалы, bir eki var da. Minus 1. Ya, tağız o desek var. Jarayız. Terisi kim şıpataklar? Şıpagan diyaz. Ne kadar var? Kişi mi? Ülke mi? Kişi. Duruz, jarayız. Bir koyu özüge жылды. Gel biraz. Şıpagan okular var mı? Gel. Tez, rayına büyüdüm. Ne tahtamsın sen? Ya, bir ekim sağlık tez var. Ya, tamam, sonra izler koyup sana жатып olur. Dürüst. Jararsın. Niyet. Hadi sen de. Sansak bарлық бөлшек оң теріс санда жатады. Рационал сандар бұл ең үлкен ауқымды санымыз екен. Отырыңыздар. Ал қайталау. Қайталау жаттығу жасап алдық. Және бұл сұрақтарға жауап беру арқылы біз есімізге өткенді түсірдік. Енді қазір сендерге бір оңай тапсырма берем. Бұл топтық тапсырма. 3 топтыққа жерге не берем? Құрастырма ойын. Тез-тез есебін шығарып, жауабы жабыстырасыңдар. Түсінікті ма? Ал кел бірінші топына, бірінші партаға дейін. Бірінші партаға келеміз. Жауаптары құрастырасыңдар. Екінші топ бірінші партаға өздеріне қойып алыңдар. Үшінші топтың заттары. Құрастырып, жауаптарын жазасыңдар. Бірінші құрастырып аламыз. Одан кейін есептерін шығару арқылы жауап жауаптарын, дайын жауаптарды сәйкестендіру арқылы бір-біріне жабыстырып шығасыңдар.
27. Kalaklatında 127. Aya 127. 27 mi? Ayt. Cevaptasın. Na 15'te. Ola oynar, bir miktar kaldı. Bir miktar ayıracağız. Mender. Vaqt bo'ldi. Kim bo'ldi? Екі топ аяқтайды, демек тоқтатамыз болды. Енді ауысамыз. Дұрыс жауапты айтамын. Дұрыс жауап арқылы жүйеде отырамыз. Бірінші сарылар тобынан аламыз. Сарылар тобыныкін қызылдар ал қызыл тобына беремін. Сендер өздеріңіз беріңдер. Жабысқаса жай орналастырып бересің. Болды, орналастырып беремін. Ал. Әкелі, жасылдар ал, бір адамның топ басшыдан қалсын, қалғандары жайғасамыз. Топ басшыдан қалсын, қалғанды отырамыз. Ал, тексереміз ка? Мен айтып тұрам, сендер егер дұрыс болса, дұрыс белгісін қоясың. Жарай ма? Қарайсаң 24 есеп берілген. 24 есептен біріншісі 4. Дұрыс болса бәрі 4. 4. Дұрыс шықма бәрі берсей ма? 4. Одан кейінгісі 5. Минус 6. Одан кейінгісі минус 15. Одан кейін минус 7-ге қандай санды қосқанда минус 13 болады дейді. Ол қандай сан? Минус 6. Мына жерде плюс 6. 5. Минус 15. Минус 27. Минус 37. Одан кейін бізде минус 3-ке көбейтсе минус 2-ні плюс 6. Минус 15. Тексереміз. Тексеріп жатқандар. Қайсы? Минус 15. Ол плюс 6. Көбейту ғой. Плюс 6. Келесі 5, 4, 6, 14, 4 және 27, минус 27, 34, плюс 34. Одан кейінгісі. Келесі минус 27, минус 15, минус 6, минус 6. Қанша жауаптан болыпты? Параққа жазып береміз. Келесі есептеп өткіземіз. Ал қане отырыңдар қалғандар. Уақыт кетіп жатыр. Оқулықпен жұмыс 675-ші есеп.
Бизде барлык көбүйтүү бөлүү экен. Бурус бөлчөккө айналдырабыз да, бөлүм менен алууна карай кыскартабыз. Бөлүү бар болса, ол бөлүүдү көбүйтүүгө айландырып, не істейм максат? Алымы мен бөлүмүнү орнун ауыстырам, дұрыс. Таңбасын сол берилген санда канча минус таңба бар санау аркылы теріс немесе оң екенин анықтаймыз. Ал терістен дұрыс бөлчөккө айналдырып, жазып келеміз. Не раз болады? Катадан бұрын алып келейік. Дұрыс бөлчөккө тез айналдырыңдар. Мен нешті қысқартты? Төрде қысқартты. Сүрмейді жүрсі? Ал аяқтады ма? Ал тексереміз. Қай жерде терістен шықты ма, оңыстан шықты ма? Көбейткішімізде 3 теріс сан болғандықтан көбейту бөлу ережесі бойынша терістен шықты. Дұрыс. Ең соңғы нәтиже қандай болды? 45-тен 49. Қысқартуларын дұрыс па тексерейік. 17 мен 34 қысқартамыз. 2 қалып, 2 мен 2 дұрыс. Дұрыс жарайсың. Ол дұрыс жарайсың. Отыр. Өзіңе бір бал аламыз. Арбайдың есебін толық жазып аламыз. Дұрыс. Баянланды көр. Жағдайы көпті 21-де бөлінген 4. Дұрыс. 27-де 8 орын ауыстырды. Дұрыс. Келесі. Мына жерде бөлім бар сізде? Бөлім болса орын ауыстырамыз.
банктен алынған несиеге төленді. Жанұядағы үлкен ұлдың сыртқы киімін алуға 20 мың теңге қажет болды. Айдың ортасында анамыз 60 мың теңге жалақы алды. Балалардың мектептегі күнделікті тамағына 8 мың, 20 мың жанұяның қысқы дөңгелегіне, машинаның дөңгелегіне 20 мың және 20 мың бөлінсе, жанұяда кірген бір айлық табыс жетемайды. Яғни, әкесі мен анасының айлығын есептейсіңдер, сол айлық осы шығындардың барлығына жете ма, жетпей ма есептеу. Қазір бір жерге келіп, сіздерге маркер берем, плакат берем, кел. Кеткен ақшаны аламыз ба, қосамыз ба? Жаратқан ақшаны. Alamız. Аламыз. Ал ортасынан жатып жүріп ақшалар. Демек, жауапта екеуінің әкесі мен анасының айлығы жетеді, я? Екеуін қосып, барлық шығындарын не істеді? Азайтты. Қанша қалды? 29 мың. Артылды 19 мың, бұл отбасыда артығымен қалды. Ал үшінші топ қанша қалды? 39 мың артылды. Нақты жауапқа қараймыз. 19 мың теңге. Бірінші топқа 1 ұпай барлық мүшесіне. Отырыңыз. Тоқта, енді кетеміз. Міне балдар, өтілген тақырыпты қайталадық, топта да жұмыс жасадық. Енді барлығы еске қайталап түсіп, өз білімімізді нақтыладық деп ойлаймыз. Қазір әр 3 қатар кім жылдам тақырыбында есеп ойнайды. 3 қатарға бір-бір есептен, оңай есептен беріп, тақтаға орындаймыз. Тақтаны тазалаймыз кезекші. Тақтаны тазалаймыз. Бола ойнар. Әр 3 қатар өз есептерін тексер шығарады. Апай менде шыға берейін. Яғни өз қатарын есеп жасайды. Bir есеп жасайды. Аяқтаймыз. Қараңдар енді. Дұрыс жауапқа қараймыз. Бірінші қатарды. Дұрыс жауап қараңдар. Кейінгісі 5. Бірақ бізде қаны 1, 2, я екеуі оңсан болғына, екеуі де қате. Дұрыстаймыз. Мынау минус 939 дұрыс. Келесі 0,72 дейді. 1,72 болыпты. Екеуі көбейткен кезде қанша болады? Өзгермейді, бірақ плюс 0,72 шығу керек. 172. Осы жерде қателік кетті. Мына жерде екеуі де оңсан, бірақ терістен шығыпты. Мына жерде терістен 0 шыққан. 0 дұрыс. Келесі қосылуға айналады. 21 шыға. Азайтамыз 21. Дұрыс. Келесі 12 бөлінген 3 минус 4 болады, я? Ол дұрыс. Одан кейінгісі 26 дұрыс. Әжіп минус. Бұл минус деп көпсіңдер бұл жерде? Плюс 32 үлкен болады, 64 сонда таңғасы 10 болады. Келесі минус 5-тер қатарынан көбейту және бөлігі. Бірақ үшінші қатарда соңғысында 91 деп тұр ғой? 91. 91 деп тұр ғой?
белсенділік таныттың, қайсы ойын саған қызық болды, өз көңіл күйлерді мына смайликке жабыстырып берсеңдер, иә? Берсең, көңіл күйлеріңді жазбайсыңдар. Рефлексия таңдау әдісі бойынша балдар, бүгінгі сабақта қандай көңіл күй болды, сендер де өздерің таңдайсыңдар. Жазамыз. Белсенді, белсенді емес болдыңдар. Сабақта жұмысты қалай жасадың? Белсенді болдың ба, белсенді бола алмадың ба? Сабақта жасаған жұмысыңа ризасың ба, риза емессің ба? Өз көңіл күйлеріңді мына нұсқалар бойынша